Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен рукколадан жасалатын ПП салат әзірлейтін боламыз. Арықтау кезеңіндегі топ салаттардың бірі деп те атауға болады. Бізге керек заттар қияр, помидор, сыр сулугуни және руккола қажет болады. Дайындалу жолы өте оп-оңай, бізбен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен қиярымызды алып, дәл видеодағыдай етіп, бөліктерге бөліп шығамыз. Қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, осылай орташа бөліктерге бөліп шығамыз. Үйдегі бар заттардан дайындалатын, әп-сәтте әзір болатын салат. Одан соң қызанағымызды алып, оны дәл осылай видеодағыдай етіп, орташа бөліктерге бөліп шығамыз. Негізі өте дәмі де керемет. Білесіздер, рукколаның адам ағзасына пайдалы екен, яғни адамды артық шлактардан тазартатын қасиетке ие. Рукколамызды алдын ала жуып, тазалап, осылай оны да ыдысымызға салып шығамыз. Одан соң сыр сулугуни, оның орнына кез келген сырды немесе брынзаны қолдансаңыздар да болады. Оны да 4 бұрышты етіп турап ыдысымызға қосамыз. Енді соусқа керек болады. Соусқа осылай соевый соус, зәйтүн майы және аздап лимон суын сығып дайындап аламыз. Міне, әп-сәтте дайын болды. Енді оны салатымызға араластырып, жақсылап араластырып шығамыз. Міне, қарасаңыздар болады. Түсі де, дәмі де өте ерекше салат. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, бәрімізге ұнайтын ерекше ПП салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер және біздің Ақ Дастархан YouTube арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ас болсын.